Сәлем достар, бүгін мен сіздерге картоп қуырудың басқаша бір әдісін көрсеткім келіп отыр. Бізде үйде балалар осылай қуырып бергенді өте қатты жақсы көреді. Біз үлкендер өзіміз де жақсы көреміз, дәм береді. Әуелі картопты турап аласыздар. Одан соң суға булап, жұмсарған соң табаға сары майды салып, екі жағынан қуырып аласыздар. Тұз себіңіздер. Дәміне қарай бұрыш себуге болады. Бірақ мен өзім бұрышты көп қолдана бермеймін. Тек тұзды ғана сеуіп қоямын екі жағынан қуырған кезде. Гарнир ретінде де берсеңіздер болады. Ештеңе қалмайды. Дайындап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады.